Hi guys! Біз бүгінгі сабағымызда ағылшын тіліндегі уақыттарды айтып үйренетін боламыз. Ағылшын тілінде уақытты білу үшін What time is it? Немесе What is the time сөздерін қолданамыз. Егер сағат дәлме-дәл болса, яғни сағат 5 болған болса, онда біз оны It is 5 o'clock деп айтамыз. Яғни it is сөзі арқылы уақытты айтамыз. Ал егер сағат тілі 12 мен 6-ның арасында болатын болса, онда біз past сөзін қолданамыз. Бұл қазақ тілінде кетті деген мағынаны білдіреді. Сағат 4-тен 5 кетті деп айту үшін бірінші минуттан бастаймыз. It's 5 past 4. 7-ден 20 минут кетті. It's 20 past 7. Яғни 20 минут кетті. Ал 15 минут кетті деп айту үшін quarter, яғни ширек сөзін қолданамыз. 6-дан 15 кетті. It's quarter past 6. 30 минут кеткенін айту үшін half сөзін қолданамыз. L дыбысы оқылмайды, half. 2-ден 30 кеткенін айту үшін it is half past 2. Барлығы оңай. Past сөзін қолдану арқылы осы уақыттарды айттық. Ендігі кезекте 6 мен 12-ның арасын қалды деп айту үшін to сөзін қолданамыз. Мысалы, 5-ке 5 минут қалды деп айту үшін it's 5 to 5. 8-ге 20 минут қалғанын айту үшін it's 20 to 8 деп айтамыз. 1-ге 25 минут қалды деп айту үшін it's 25 to 1. 4-ке 15 минут қалды. It's quarter to 4. Біз 5-ке бөлінетін, яғни 10, 15, 25 кетті деген уақыттарды айттық. Енді оған бағынбайтын мысалға 3-тен 13 кетті деген сөзді айту үшін біз minutes сөзін қолданамыз. It's 13 minutes past 3. 5-ке 3 минут қалды. It's 3 minutes to 5. Уақытты айтудың тағы да бір оңай жолы бар. Мысалы, 5-тен 25 кетті деп айту үшін it's 5:25 деп айта берсек те болады. 6-дан 30 кетті. It's 6:30. 4-тен 45 кетті. It's 4:45. Кейде уақыттың жанында PM және AM сөздері орналасады. Бұл нені білдіреді? PM дегеніміз бұл түскі 12 мен түнгі 12-ның аралығын білдіреді. Күндізгі 3-тен 15 кеткен уақытты айту үшін оның жанына PM сөзі орналасады. Ал AM сөзі керісінше түнгі 12 мен түскі 12-ның аралығын айтады. Кешкі сағат 9 айтатын болсақ, it is 9 AM болады. Жалпы ағылшын тілінде уақытты сұрау және айту осылай болады. What time is it? Сіздер осы видеоны қай уақытта көрдіңіздер, соны комментарийге жаза кетіңіздер. Goodbye.